Армысыздар, қымбатты көрермендер. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Қазақ латын әліпбиіндегі 23-ші әріп С әрпі. Бұл әріп көне әріптердің бірі. Сонау Мысыр иероглифтерінде алғаш пайдаланылған. Әуелде ол садақтың жебесін білдіру үшін бейнеленген. Тағы бір қызықты дерек. Бұл әріп Америка құрама штаттарының ұлттық валютасы доллардың таңбасы. Бірақ С әрпінің тігінен сызық сызылған. Американдықтардың төл ақшасын таңбалауға неге С әрпін пайдаланғаны белгісіз. Түрлі деректер келтіріледі. Жалпы латын әліпбиінде бұл С әріп әртүрлі оқылады. Бізде С деген дыбысты білдірсе, кей елдерде З тіпті Ш деп те оқылады. С әрпі қазақ тілінде кең қолданысқа ие. Бұл әріптен басталатын жер су аттары, кісі есімдері өте көп. Осы әріптен басталатын тұлғаларды тізбектегенде, дегеннен ойға Қазақтан шыққан тұңғыш заң ғылымдарының академигі Салық Зимановтың есімі келеді. Салық Зиманов қоғам және мемлекет қайраткері, заңгер, ғалым, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанға еңбек сіңген ғылым қайраткері, тұңғыш президенттің мемлекеттік бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының иегері. Ол 1921 жылы 2 сәуірде Атырау облысында дүниеге келген. Жастайынан ашаршылықтың азабын тартса, ержете келе соғыстың зұлматын көрді. Ол Ұлы Отан соғысына бастан аяқ қатысқан халық батыры. Майданда 4 рет жараланған. Қызыл жұлдыз, 1-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, Кавказ қорғанысына қатысқан үшін, Кенигсбергті алған үшін және басқа да көптеген медальдармен марапатталған. Салық Зиманов Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін гвардия майоры болып елге оралады. Гурьев облыстық прокуратурасында әуелде стажер, тергеуші болып қызмет атқарады. Жұмыспен қатар оқудан қол үзбей, бүкілодақтық сырттай заң институтының Қазандағы филиалында білім алады. Салық Зиманов 40 жасында ғылым докторы атағын алған. Және Қазақстан ғылымы тарихында Қазақтан шыққан тұңғыш заң ғылымдарының докторы болды. Егемендікті енді алған кезде тәуелсіз Қазақстанның заң ғылымының негізін қалаған ғалымдардың бірегейі де Салық Зиманов. Білікті заңгер маман ретінде егемендік жолындағы Қазақстанның халықаралық қатынастарын заңдастырып, қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру, президенттік басқару институтын енгізу, құқықтық демократиялық реформаларды жүргізу ісіне белсене араласты. Қазақстан мемлекеті мен құқығының тарихын, ұлттық мемлекет құрылымының теориялық мәселелерін зерттеуде жаңа ғылыми бағыт қалыптастырып, әділ сотты қамтамасыз ету үшін республикада сот мүшелерінің қатысуымен билер алқасын енгізуге басшылық жасады. Өнегелі өмірінде академик 200-ге жуық ғылыми еңбек жазып, заң ғылымдарының өркендеуіне сүбелі үлес қосты. Академик Салық Зимановтың жетекшілігімен бүгінге дейін 13 ғылым докторы, 24 ғылым кандидаты диссертациялық жұмыстарын қорғады. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында жастар үшін арашаға түсіп, Колбинге ашық пікірін жолдаған. Ғалым 2011 жылы 4 қарашада Алматы қаласында дүние салды. Қымбатты көрермендер, біз бүгін есімі С әрпінен басталатын академик Салық Зиманов туралы айттық. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.